Сәлем баршаңызға. Бүгін түріктің смиттің рецептісімен бөлісетін боламын. Нағыз түріктің смитін жегіңіз келсе, осы рецептімен жасауыңызға кеңес беремін. Алдымен жылы суымызды, жылы сүтімізді, сұйық майымыз, қантымыз, тұз, ұнымызды керегіне қарай саламыз. Жұмсақ, қолға жабыспайтын қамайлайтын боламыз. Смиттің сыртына күншітті осылай қуырып аламыз, қызартып отырып. Осылай қуырылған күншіт қолдансаңыз, смиттеріңіз дәмді болады.
35 минутта қосылған смиттерім осылай. Ашып үлкен топ-топақ болды. Енді осыны 180 дәрежелік духовта қызарып пісқанша пісіріп алатын боламыз. Керемет болып келді. Міндетті жасап көріңіздер. Керемет, нағыз түріктің смиті. Дәл осы рецептімен жасап көріңіздер.